Аспанмен тілдескен асқақ таулар мен шыңдардың қақ ортасында қасқайып тұрған қасиетті хан тәңір шыңы. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Бүгін бұлтсыз аспанда, ашық аспанда хан тәңірді қарсы бетінен апанып көрудің бақыты орайы сәті туып тұр екен. Қандай керемет. Мінекей тамаша таулар, қойнау қолаттарының барлығы жап-жасыл орман, бұлақ, ақкөл, қаракөл деген көлдер мен екаша жайлауы өзендер. Мінекей мынау сайда малшылардың киіз үйлері бар екен, мал бағады екен. Мына жақтың барлығы мінекей орман, сай-сала. Мына жерде міне тақыр тау бар. Оның басында әлі ерімеген қар бар екен. Тек осы жақта ғана аздаған бұлт бар. Ал мына жақта Нарынқол. Ол көз ұшында Шәлкөде, Тұзкөл, Қақпақ, Қайнар, Тегістік, Текес, Қызыл шекара, Сүмбе, Мен мұндалайды. Міне Байынқол өзені, Текес өзеніне қосылып шығысқа қарай ағады. Оның ар жағында міне Аттың тауы да Мен мұндалап тұр. Аттың тауы Қабанбай батырдың бір ай ат шалдырған жері. Оның ар жағында Текес, Текестің ар жағында қасиетті Қаражол мен Ақтас. Мен күнде сағынған, мені күнде сағынған, түсіме жиі енетін, сағынышымды еселей түскен қасиетті жайлаулар жатыр. Міне хан тәңірге деген махаббат, сүйіспеншілік, оны көрудің бақыты дәл қазір туындап тұр. Сіздер де тағы бір мәрте асықпай қарап көз мейірлеріңізді қандырып алыңыздар. Бұл тамаша орай, бұл тамаша мүмкіндік. Бүгін мен қарсы бетінен шығып көріп тұрмын. Ертең мүмкін болса мына жотаны жоталай отырып, етегіне қарай барып қайту ойлап отырмын. Күн ашық болса, қасында әрине бірге жүретін серік болса тіптен жақсы болар еді. Ой, айналайын қасиетті хан тәңір.